Баршаңызға сәлем. Өте оңай жасалатын рулеттің рецептімен бүгін бөлісемін. 5 жұмыртқаны ыдысымызға саламыз. Миксерлаймыз. 150 грамм қантты бірнеше бөлікке бөліп салып, массамыз ағарғанға дейін миксерлаймыз. 150 грамм ұнымызды да бірнеше бөлікке салып, лопаточканың көмегімен астыдан үстіне қарай араластырамыз. Пергамент төселген ыдысымызға жаңағы массамыздың барлығын құйып шығып, лопаточканың көмегімен барлығын тегістеп шығамыз. 180 градуста қызып тұрған пешімізге 13-15 минуттай пісіріп аламыз. Рулетіміз пісіп жатқан кезде салмасын дайындаймыз. Ол үшін осындай вареный сгущенка қолдандым. Бір банка сгущенкамызды ыдысқа салып, бөлме температурасында жібіп тұрған 100 грамм майымызды қосамыз. Екеуін біркелкі масса болғанға дейін миксерлаймыз. Рулетті духовкадан шығарып 1-2 минут суытып аламыз. Одан кейін салмасын салып, барлығын тегістеп, рулет формасын келтіріп ораймыз. Рулеттің бетін кез келген затпен безендіруге болады. Мен бұл жерде шоколадты біраз құйдым және кокостың ұнтағын біраз септім. Өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.